Сәлем, оқырман. Сержанның көңілі қалып қойды ма ақеркеден. Енді шынымен де Назымға бетін бұрғандай. Бұрынғы ашығын ұмыта алмай жүргені рас па, білей. Сержан Инстаграм желісінде Назыммен видео салып жазба қалдырды. Былай деді: қайран қалған 2017 жылым. Бәлкім сол кезде бәрін сақтап қалу керек пе еттейм. Әркімде таңдау болады, әр адам өз қателігінен сабақ алады емес пе? Жай ғана қателікпен жұмыс жасау керек. Бұл бос ностальгия емес. Бұл анық біреуге бағытталған өкініш. Ол ақеркеге емес, Назымға қарап отыр. Ал ақеркеше? Ол қазір гүл алып, гүл қайдан келді, кім берді деп ойланбайды да. Ол да пост жазды. Бірінші кездесуге бұндай букет жіберетін адаммен кездескен қателеу сияқты. Жалпы қазір жаңа адаммен таныстықты ойлаудың өзіне зауқым жоқ. Гүліңіз үшін рахмет. Бірақ бұл гүлді Сержан емес жібергені белгілі. Яғни олар арасында ештеңе қалмаған. Бірақ енді не болып жатыр? Жауап Назымда. Иә, дәл сол Назым. Ол да үнсіз қалмады. Ашық айтты: мен оқып отырып бір емес, бірнеше адамның бетіне айна ұстап тұрғандай болдым. Толық жазбасын осында қалдырам. Мен қызымды босанғалы бері ешкіммен жүрмеймін де, кездеспеймін де, таныспаймын да. Вообще, тұрмысқа да қайта шықпаймын деп өзіме сөз бергенмін. Өз жағдайымды шүкір Алланың қалауымен өзім жасап жүрген адаммын. Ешбір байдан рақат көріп жағдайымды жасаған емеспін. Құдайдың бір көйлек, труси, носкиін әпермеген ешкім. Наоборот, менің ақшама өмір сүріп, менің тапқан таянғаныма ішіп жеп қыдырып, соңында басыма түшіп кеткен қатынша салтыласып, аузына жұқпай жамандап кеткен. Алла сондай адамнан ерте ажыратқанына шүкір етемін. Мен өзім ене болатын жасқа жетіп қалдым почти. Болашақта тем более мен келін боп, иіліп қыз боп жасап, қатын боп біреуге тамақ істеп, киімін жуып, қас қабағына қарап отырмаймын. Бала шағаммен бар жағдайымды өзіміз жасап, шалқып өзімше өмір сүріп, қартайғанда кемпір подругалармен шетел аралап жүрмеймін ба? Алла қаласа. Сөзбе сөз ештеңе өзгертпедім. Себебі бұл шындық. Жара салған шындық. Сержан үнсіз отыр. Бірақ бәріміз білеміз. Ол кімге қайтып барғысы келетінін. Бірақ уақыт бәрін өзгертіп үлгерді. Енді Назым ешкімге қатын болмайды. Кейде адамдар кеш түсінеді. Кейде қайтып оралғың келеді, бірақ орын бос емес. Не тым кеш.